Алла табарака ва тағала айтады: «Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун» дейді. Сіздер өздеріңіздің сүйген нәрселеріңізді Аллаға жұмсамайынша жақсылыққа жетпейсіздер дейді. Мына дүниенің бақытына, жақсылығына жете алмайсыз. Сүйген нәрсеңіз не бұл өмірде? Айтыңызшы. Бірінші орында тамақ, сол үшін өмір сүреміз. Екіншісі нәпсі, сол үшін де өмір сүріп жатқан адамдар бар. Бауырлар, осылайша қымбат заттар көп. Ең қымбаттарының бірі уақыт, ең қымбаттарының бірі өмір. Мұның барлығы адамға байлық болса, Рамазан жайлы айтқым келеді, бауырлар. Алла тағала айтады: намаз оқисың ба? Өзің үшін. Қажылыққа барасың ба? Өзің үшін. Зекет, садақа бердің ба? Малың көбейет. Өзің үшін. Ораза ше? Бәрекет. Оразада сіз тұрып, ең сүйген амалдарыңызды Алла үшін кешесіз. Біріншісі тамақ, екіншісі нәпсі. Ол нәпсіні де Алла адал қып қойған жарыңыз бар, соған да бармайсыз ғой. Адал қып қойған. Тамақта солай. Адал. Нан бар, су бар, ет бар. Адалынан тауып тұрсаңыз да, Алла Құдай айтты: Рамазанда күндіз аш жүрші деп еді. Сіз аш жүресіз. Жемейсіз. Нәпсіңізді де тиясыз. Қараңызшы. Үлкен құрбандық дейді бұны.